Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен торт нежность рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, клейгей, творожный сыр, қант, жұмыртқа, какао порошок, сұйық май және разрыхлитель. Жұмыртқаға қантты қосып, миксермен араластырып аламыз, қантымыз толықтай ергенше. Сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнға какао порошок, разрыхлитель қосып, қамырымызды жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп майлап қойдым. Қамырымыз осындай қоймалжың болып шығу керек. Енді противенге саламыз. 180 градусқа 12-15 минутқа пістіріп аламыз. Мен алдын ала 2 корж пістіріп алған болатынмын. Дайын суды енді айналасын төртпішлеп пышақпен кесіп шығамыз. Тортымызға крем дайындаймыз. Творожный сырға клейгей, қантты қосып, миксермен араластырамыз. Корждан қалған осындай бөлшектерді қолымызбен үгітіп аламыз. Тортымызды жинаймыз. Креміміз осындай қою болып шығу керек. Енді корждың бетіне жағамыз. Екінші коржымызды салып, кремімізді үстіне жан-жағына жағып шығамыз. Торттың бетіне үгітілген корждарымызды сеуіп шығамыз. Менде осындай крем қалды. Торттың бетін әдемілеп шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша. Достар, міне біздің торт нежность дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.